Сәлеметсіздер ме, менің құрметті тары көрермендерім. Сіздерге арналған апталық жорамалдар шығаратын боламын. Бірінші кезекте әрине тоқтылардан бастаймыз. Тоқтылар алдағы апта сіздерді не күтеді? Тоқтылар алдағы апта сіздерді не күтеді? Тоқтылар. Тоқтылар, сіздерде бұл апта бір сыртыңыздан әңгіме жүреді. Біреуді ренжіттіңіз ба, немесе біреу сізді ренжітті ма дегендей артыңыздан сөз жүреді. Әртүрлі әңгімелер, біреудің сөзін көтере алмайсыз, немесе сіздің сөзіңізді біреу көтере алмайды. Сондай екеу ара, үшеу ара жүретін сөз, әңгіме, сондай эмоциональный тұрақсыздық, эмоциональный кішігірім сондай қиындық болады. Және сол ситуациядан шығуға тырысасыз. Өзіңіз дәлелдеуге тырысасыз және күресесіз. Өзіңіз жақсы болсаңыз, жақсы екеніңізді дәлелдейсіз. Немесе сізге біреу қара күйе жақсы, соны дәлелдеуге тырысасыз дегендей, жалпы өзіңізбен өзіңіз алысып, өзіңізді дәлелдейтін боласыз. Шұлыттың көсегінен, әңгімесінен өзіңізді қорғап, солай алысатын боласыздар. Келесі кезекте торпақтар. Торпақтар алдағы апта сіздерді не күтеді? Торпақтар апта не күтеді сіздерді? Торпақтар апталарыңыз неге жаман емес, жақсы деп айтуға болады. Бір мүмкіндік, немесе бір жасайын деп жатқан жұмысыңыз, немесе бір алға қойған мақсатыңыз, осыны жасасам екен деген кез келген нәрсеге қатысты болуы мүмкін. Денсаулыққа, махаббатқа, ақшаға қатысты, жұмысқа қатысты болуы мүмкін. Бір нәрсені бастап, бір мақсат қояйын деп тұрсыз, бірақ ол кішкене жоқ емес, негізі бар, бірақ сіз сол бастайын деп жатқан затыңыздан қорқып тұрсыз, немесе мүмкіндіктеріңіз шектеп тұрсыз. Негізі сіз ойыңызда жасайын деп жатқан нәрсеңізді жасағаныңыз дұрыс. Ол түбі болатын нәрсе, түбі сізге жемісті болатын зат. Жұмысқа кірейін деп жатсыз, бірақ айлығы қалай болады деп қорқып тұрсаңыз, түбі айлығы жақсы болады деген сөз. Денсаулықты проблема қылып тұрсыз, соны дұрыстап қазірден емдетсеңіз, түбі жақсы болады деген сияқты. Сондай бір жасайтын жұмысыңыздың болашақтағы результатын айтады бұл жерде. Сол мүмкіндікті пайдаланып қал деп, ауылы алыс болса да түбі жемісі бар. Сондықтан қолда бір сілтемей соны жасауға тырысыңыз, және де еңбек ету керек сізге. Тырысуыңыз керек. Табандылық, еңбек, күрес, түбінде результатын, жемісін жейсіз деп тұр. Торпақтар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте егіздер. Егіздер, апталарыңыз қандай болады көретін боламыз. Егіздер. Егіздердің аптасы непростой. Егіздер, өмірлеріңізде кішігірім қиындық болады. Бір нәрсеге алданып қалдыңыздар ма, немесе алданайын деп жатсыздар ма, сондай бір алдыларыңыздан шығатын затқа оңайлық, просто так сенбе дейді. Неге? Алдыларыңызда сіз көзіңізге розовый очкиді кигізіп қойып, құлағыңызға лапшаны іліп қойып, сізді сазға отырғызып кететін адам бар айналаңызда. Сізді өз пайдасы үшін қолданатын адам болуы мүмкін. Ол мүмкін махаббатқа қатысты болуы мүмкін, сізді пайдаланып жүр, немесе жұмысқа қатысты болуы мүмкін, сіздің еңбегіңізді пайдаланып жүр, немесе денсаулыққа қатысты болуы мүмкін. Сіз бір жеріңіз ауырса, ой деп ауырмайды, мән берме деп сізді солай денсаулыққа қарауыңызға, дұрыс көңіл бөлмеуіңізге мүмкіндік, немесе өзінің қасында сізді бір какой-то бір пайдасы үшін алдып жүрген бір адам бар. Соны осы апта сезетін, яғни білетін боласыз. Сол үшін сол адамға бірақ зависимость большойсыз. Сол адамнан арылу үшін кішігірім еңбек етесіз. Өзіңізбен жеке қалу керек. Депрессияға түссеңіз де көзіңіз ашылып болмайды екен деп соны сезетін боласыз. Және де бұл аптада сіздердің өмірлеріңізде сол адамды білу арқылы еще изменение болайын деп тұр. Кардинальный изменение, яғни білесіз, кішігірім депрессия болуы мүмкін, 180 градусқа өзгеріс өміріңіз. Бұрын қандай болған егіздер, бұл уже мүлдем басқа жаққа қарай өзгереді деген сөз. Апталарыңыз негізі жаман емес, көзі ашылу, біреудің өтірігін ашу, бірақ депрессия бар. Депрессиядан өзіңізді жақсылап шықсаңыз, өміріңізде үлкен өзгеріс болады. Апталарыңыз сәтті өтсін, егіздер. Келесі апта шаяндар. Шаяндар алдағы апта сіздерді не күтеді? Шаяндар.
апталарыңыз негізі жаман емес, шаяндар жақсы, но тоже сондай әңгіме, сөз, біреулердің сөзін көтере алмай ренжисіз, немесе сіздің сөзіңізді көтере алмайды, немесе бір қаңғу әртүрлі айтатын әңгімелерді естисіз, ойыңыз жан-жақтама болатын болады. Не былай жасайын ба, не былай жасайын ба деген сияқты эмоционально слабость. Негізі шаяндар мінездері тік, намысшыл, сондай адамдар. Бірде өте жауыз болып кетуі мүмкін, өте андай мінездері тік, страшно, ойбай, одан сақ бол дейді кейбір адамдар. Бірде ішкі депрессияға түсіп кетеді. Жалпы сырты мықты болса да, шаяндардың іші өте слабый болып келеді. Сыртында бір сауыт киіп жүргенмен ішінде нәзік әйел немесе нәзік еркек жатады деген сондай. Шаяндар осы аптада сол ішкі состояниелеріңіз, сол нәзік ішкі сондай качельный состояниелеріңіз сол до конца түсетін болады. Бірдеңені уайымдайсыз, бірақ ешкімге айта алмайсыз. Ішіңізде сондай уайым, сөз көтере алмау деген сондай ішкі слабый, ішіңіздегі, яғни нәресте сәби дейді ғой шаяндардың, сол осы апта өте басым болады. Яғни шексіз бір переживать етесіз ба, немесе бір нәрсені ойланасыз ба, сондай, но сыртыңыздан солай сауыт киіп жүресіз, мен күштімін, мен мықтымын дегендей. Нағыз өздеріңізге тән қасиет, төсек, сөз, сол нәрселермен кішкене уайымдап жүретін боласыздар. Негізі жаман деуге келмейді апталарыңыз, просто сол ішіңізде, сыртыңызда өз қаптауыңызға кіреді, иә. Нақты айтқан кезде ішіңіз 1045 нәрсе құбылып қиналып жүрсеңіздер, сырттарыңызға сауыт киіп алып түк білдірмей жүретін боласыздар. Апталарыңыз сәтті өтсін, шаяндар. Келесі кезекте арыстандар. Арыстандар, апталарыңыз қандай болады, көретін боламыз. Арыстандар, кішкене қолайсыздау апталарыңыз. Қай жағымен қолайсыздау? Біреуге ренжисіз ба? Негізі өздеріңізді бір сырттай бір күшті, керемет қылып ұстап тұруларыңыз мүмкін. Мен күштімін, мен кереметпін деген сияқты қолдарыңызға ту ұстап тұрғандай, өздеріңізді бір розовый очки киіп мықтымын деген, яғни арыстандар сырттай сондай мықты көрінеді, солай мықты көрсетіп тұруларыңыз мүмкін бұл аптада, бірақ тура шаяндар сияқты ішкі состояниелеріңізді, іштеріңіз қанжылап атама, сондай болады. Бір нәрседен кетесіздер жалпы бұл аптада. Жұмыстан кетесіздер, немесе жақсы көрген махаббаттарыңыздан кетесіздер, немесе денсаулықтарыңызды дұрыс емдетуге, ауырып жүрген болсаңыздар, соны емдетуге деген сияқты сондай бір өміріңізге өзгеріс енгізу, яғни ол жаман емес, жақсы жағына қарай. Көзіңізде розовый очки киіп, біреуді жақсы көремін, ол мені жақсы көреді деп жүрген болсаңыз, соның жақсы көрмейтінін біліп, нақты шешім қабылдап, сол адамнан кететін боласыз. Немесе бір жеріңіз қатты мазалап, қиналып жүр, бірақ көптен бері тексерілем деп тексерілмей жүрсеңіз, денсаулықтарыңызды емдететін боласыздар. Ол жұмысқа да қатысты, қашатқан жұмыстан тоже кетесіздер. Сондай кез келген өміріңіздегі қиындық содан кету басталады. Және сол кету барысында адамдар, арыстандар, егер ер болсаңыздар, сіздер еркек арыстандар, қысым көрсетесіздер. Отбасының әйеліңіз, балаңыз немесе қызыңыз болуы мүмкін, қаттылық, агрессия, ашу-ыза отбасыңызда соны көрсетесіздер, яғни эмоцияларыңыз солай шығаратын боласыздар. Ал керісінше әйел адам арыстан болсаңыздар, сіздер осындай қатал ер адамның қарымына ілінесіздер, яғни қармағына. Күйеуіңіз сізге осындай қысым көрсетеді, немесе жұмысыңызда сондай ер адам қысым көрсетеді, сондай қысымның астына кішігірім түсіп депрессияға түсетін боласыздар. Жалпы арыстандар қатты жаман емес апталарыңыз, бірақ сол уақытылы шешім қабылдап, уақытылы кететін жерден кетіп, адамдарды жекеңізге өткізбесеңіздер жеткілікті. Апталарыңыз сәтті өтсін, арыстандар. Келесі кезекте бикештер. Апталарыңыз қандай болады, көретін боламыз. Бикештер. Апталарыңыз қандай болады, көретін боламыз. Бикештер. Бикештер бұл аптада сіздерге ақшадан сақ болуды кеңес етер едім. Біреу сізге бір тема айтады, например, мына осыны істесең 100 000 теңге, прям көп ақша табасың, жеңіл ақша деп біреуге ұсынуы мүмкін. Қабылдамаңыз, потому что оның түбі қуыс, яғни өтірік деген сияқты. Соның түбінде зардабын тартасыз. Немесе өзіңіз біреуге осы нәрсені ұсынбаңыз. Мен саған осындай ақша берем, давай маған көмектес деген сияқты. Жалпы осы апта өздеріңіздің құмарлықтарыңызды ұстай біліңіздер, нәпсілеріңізді тыя біліңіздер. Ол барлық жағынан осы ақшаға қатысты болуы мүмкін,
қызықпаңыздар ақшаға қатысты да, өтірік ақшаға қызықпаңыздар. Және де айтсам болады, сіздер еще бір махаббатқа қатысты да бұл. Басқа қыздармен жүріп, әйеліңіз болып тұрып, немесе қыз балдар тоже, жігітіңіз бар, күйеуіңіз бар, басқа жігіттерге қырындап деген сияқты нәпсілеріңізді ақша жағынан да, отбасылық жағынан да, жігіт жағынан да, жалпы екі жақта да нәпсілеріңізді тия біліңіздер. Бұл апта барынша тыныш өткізіңіздер. Сізге әртүрлі мүмкіндіктер келсе де қабылдамаңыздар. Тыныш өз бір қалыпты өмірлеріңізде сүріп, қанша ақша беремін десе де оны отказ беріп, адал болуға тырысыңыздар бұл апта. Себебі бұл аптада сондай кішігірім, сондай өмірдің өзі соған әкеп қоюы мүмкін, бірақ түбінде соның зардабын тартасыздар, өте үлкен болуы мүмкін. Бикештер, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте таразылар. Таразылар. Апталарыңыз қандай болады көретін боламыз. Таразылар. Таразы. Апталарыңыз қандай болады. Таразылар, апталарыңыз жаман деп айтуға келмейді, бірақ кішігірім бір қолайсыздықтар бар, қиындықтар бар. Күресесіздер. Өздеріңіздің, например, мненияларыңыз болуы мүмкін, принциптеріңіз болуы мүмкін. Негізі таразылар сондай тәкаппар, қырсық, олардың мінездері өздерінің мненияларымен, өздерінің принциптерімен жүретін адамдар. Дипломат, мінезі ашық, ақкөңіл болғанмен, сондай кішігірім өзінің қырсықтық принциптері бар, тәкаппарлықтары бар. Сол мінездеріңізді осы апта қатты көтеретін боласыздар. Например, бір жұмыс жасап жатсыз, немесе интернет әлемі болуы мүмкін, немесе жұмысыңызда бір нәрсені көтеріп жасап жатсыз, бірақ жан жағыңыздағы адамдар соны жейтін болады. Дұрыс емес, салма, үйтпе, бүйтпе деп ақыл айтып. Вот соны сіз сол адамдардың ойымен, жұрттың пікірімен күресетін боласыз. Мен былай жасаймын деген сияқты. Еще бұл апта агрессивный боласыз, ашуланшақ боласыз. Сізге сөйлеген адамдар жақтырмайсыз, яғни өз-өзіңізді қорғайсыз. Менің өтпеңдер мен жекеме, мен мынандаймын деген сияқты адамдарды қастарыңызға жолатқыларыңыз келмейді. Кішігірім ашуланшақ, кішігірім агрессивный боласыздар. Енді ол кез келген нәрсеге қатысты жұмыс болуы мүмкін. Жұмысыңызда бір нәрсені жасап жатсыз, бірақ қасыңыздағыларға жақпайды, ал сіз табандап тұрып оны жасап жатсыз. Ақшаға қатысты да болуы мүмкін. Көп ақша құртып жатсыз, табанды түрде, немесе құртпай жатсыз деген сияқты. Тоже қасыңыздағы адамдарға жақпайды, бірақ сіз өз мнениеңізден қайтпайсыз. Махаббатқа қатысты да мүмкін. Қайтпай тұрсыз, бір жігітпен айырылысқыңыз келмей сүйіп тұрсыз, бірақ басқа адамдар қой, ол жігіт тура келмейді саған, сенікі емес десе де қайтпайсыз. Отбасыда да дәл сондай, денсаулыққа қатысты да сондай. Емдел деп біреулер айтуы мүмкін, ал сіз жоқ деп тұрып аласыз. Солай жалпы қандай жағдай болса да, таразылар осы аптада өздеріңіздің қатып қалған принцип, мненияларыңыз бар, жұрттың ойларын таптап, өзіңіздікін до конца көтеретін боласыздар, және сол арқылы адамдарға жақпай пікірталас, күрес, яғни эмоциональный күрес болатын болады. Таразылар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бикештер. Кешірім сұраймын. Саршаяндар. Келесі кезекте сарышаяндар. Сарышаян. Апталарыңыз не күтеді көретін боламыз. Сарышаяндар, апталарыңыз жақсы, керемет деп айтуға болады. Ақша жағынан да тұрақтылық бар сіздерде. Және отбасылық та тұрақтылық бар деп айтуға болады. Бірақ сарышаяндар, бұл аптада бір нәрсені уайымдайсыз, яғни ол уайымдайтын затың сізге қатысты емес. Өзіңіздің жеке басыңызда, отбасыңызда, денсаулығыңызда, ақшаңызда барлығы жақсы. Мүмкін бір жақын адамдарыңыз, балаларыңыз, немесе әке-шешеңіз, немесе жақын подругаларыңыз деген сияқты отбасыға, немесе сізге өте близкий адамдардың өмірі үшін алаңдайтыныңыз, немесе жұмыс үшін, жалпы біреу үшін алаңдап, біреу үшін бастарыңызды қадырып, кішігірім переживать ететін бастар, көмектескіңіз келеді. Сол өзіңіздің емес, біз басқа біреудің өміріне алаңдап өтетін болады апталарыңыз, бірақ өздеріңіздің жеке бастарыңызда барлығы тұрақты, ақшаларыңыз тұрақты, жұмыстарыңыз тұрақты, денсаулықтарыңыз тұрақты, басқалай барлығы керемет. Сарышаяндар, апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте мергендер. Мергендер, апталарыңыз қалай болады қарайтын боламыз. Мергендер. Мергендер, апталарыңыз кішігірім қолайсыз деуге болады. Бұл аптада
алаяқтардан сақ болыңыз, және де бұл апта ешкімге сенбеңіз. Өз пікіріңізбен, өз ойыңызбен, өзіңізбен өзіңіз өмір сүріңіз. Жалпы жаңадан жұмысқа кірмеңіз, жұмыс ауыстырмаңыз, жаңадан жігіт қыз болып танысып отношения құрмаңыз. Немесе отбасылы болсаңыз, отбасыңызда бір нәрсені өзгертуге тырыспаңыз, бір затыңызды сатуға тырыспаңыз, бір нәрсені сатып алуға тырыспаңыз. Жалпы кез келген жағдайда еш нәрсені бастап жаңадан жасамауға тырысыңыздар. Және біреулер өмірлеріңізге келіп, мынаны жасайық деп пихать етіп, яғни көрсетіп жатса да, одан қашуға тырысыңыздар. Өздеріңізбен болыңыздар, ешкімге сенбеңіздер. Және де айтсам болады, особенно алаяқтардан сақ болыңыздар. Неге? Себебі бұл апта жаңадан бір нәрсе бастауға өте қолайсыз уақыт. Және де қастарыңызға келіп жасап жатқан, соны предлагать етіп жатқан адамдар алаяқ болуы мүмкін, алдануыңыз мүмкін, ұрынып қалуыңыз мүмкін. Және соның арқасында кішігірім уайымдайсыздар, переживать етесіздер, қалай шешім қабылдарларыңызды білмейсіз, сонымен қиналып өтетін боласыздар. Сондықтан еще андай переживание, уайымдау бар, денсаулыққа да зиян келуі мүмкін, психикаңызға зиян келуі мүмкін. Сондықтан мергендер бұл апта барынша тып-тыныш, бір қалыпты, еш нәрсені өзгертпей өтуге тырысыңыздар. Сол кезде апталарыңыз тұрақты, сәтті өтетін болады. Апталарыңыз сәтті өтсін, мергендер. Келесі кезекте тау ешкілер. Тау ешкілер. Апталарыңыз қалай өтеді, көретін боламыз. Тау ешкілер. Тау ешкілер. Тау ешкілер, апталарыңыз өте керемет. Осы аптада жалпы тоқтылардан бастап мергендерге дейін ең керемет шыққан жұлдыз белгісі, яғни аптаның сәттілігі, кереметтілігі осы тау ешкі сіздерде болып тұр. Кез келген жаңадан жұмыс бастағыларыңыз келсе бастаңыздар, жаңадан отношения, яғни қыз жігіт танысқыларыңыз келсе танысыңыздар, кризисный махаббаттарыңызды тұрақтауға тырысыңыздар, денсаулықтарыңызда өте керемет, жұмыстарыңыз да сәтті, ақшада тұрақты, әртүрлі керемет мүмкіндіктер де келеді. Жалпы тау ешкілер, апталарыңыз өте керемет, сәтті деуге болады. Яғни барлық есік ашық, өмір сіздің қолыңызда тұрғандай сондай керемет деп айтуға болады. Өзіңізді керемет сезінесіз, еще энергияңыз да көп болады. Жаңа мүмкіндіктер келуі мүмкін, қолыңызға ақша түсуі мүмкін. Жалпы сондай бір жұлдыздай жанатын, керемет өтетін уақытыңыз тау ешкілер. Сіздер үшін өте қуаныштымын. Апталарыңыз сәтті өтсін. Келесі кезекте бізде су құйғыштар. Су құйғыштар. Апталарыңыз қалай өтеді? Су құйғыштар. Су құйғыштар, апталарыңыз жаман емес, бірақ жолдан абай болып жүріңіздер, яғни ары бері жол жүресіздер ғой, машинамен жүресіздер ма, пешком жүресіздер ма, немесе ұзақ жолға шығасыздар ма, сол ары бері жол жүруден, травмоопасностьтан сақ болыңыздар. Кішігірім қиындықтар болып қалуы мүмкін, травма алып қалуыңыз мүмкін дегендей. Және де су құйғыштар бұл аптада жаңа таныс, егер басы бос су құйғыш болсаңыздар, таныстық құрмаңыздар, жеке кездесуге шықпаңыздар, жаңадан таныспаңыздар. Бұрын сөйлесіп жүрмеген адамыңыз болса, қыз болсын, жігіт болсын, бұрынғы отношенияларыңыз ол жалғаса береді, бірақ жаңадан басталған отношенияден кішігірім көңіл қалуы мүмкін. Және де бір измена деген сияқты заттар болуы мүмкін. Жалпы махаббаттан көңіл қалу, сенген адамның сатқындық жасауы деген сияқты сондай махаббаттағы кішігірім қиындық, эмоционально бір жүректің жаралануы, сондай апта түсіп тұр сіздерде. Бірақ жаңағы осы махаббат темасынан, яғни депрессиядан бастарыңызды жақсы алып шыға алатын болсаңыздар, өз өздеріңізді ұстап, адекватный болып жүретін болсаңыздар, аптаның соңында бір керемет мүмкіндік келеді. Мүмкін сізге премия түседі, ақша түседі, немесе сол жаңағы ренжіткен адамыңыз өзі кешірім сұрайды деген сияқты сондай сіздің алдыңызға адамның келуі, және сіздің қолыңызға бір жетістіктің келуі, мүмкіндіктің келуі, немесе ақшаның келуі болуы мүмкін. Сондықтан су құйғыштар бұл апта барынша өз өздеріңізді ұстауға, адекватны болуға тырысыңыздар. Келесі кезекте балықтар. Балықтар. Апталарыңыз қандай болады, көретін боламыз. Балықтар. Балықтар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
Балықтардың аптасы керемет деп айтуға болады. Бір кризисте жүрген болсаңыз, өмірлеріңізде кризис болып, соның осы апта бір кішкене бір результат шығатын болады. Махаббаттан қиналып кризисный отношение болса, махаббаттарыңыз тұрақталатын болады. Өзіңізді бір душаңыз бар ғой, яғни жаныңыз, көңіл күйіңіз өте бір тұрақталып, спокойно бір күйге түсетін болса, жеттім ау осы дегендей. Возможно, ол махаббатта болуы мүмкін, немесе денсаулықта мүмкін. Денсаулықтарыңыз уайымдап, қиналып, тексеріліп жүрген болсаңыздар, денсаулықтың результатын күтесіздер. Немесе бір балаға қатысты, бала көтере алмай, немесе үйлене алмай жүрген, сондай бір проблема, содан қиналып жүрген болсаңыздар, соның бір ұшы шығатын болады. Сол мүмкіндікті көріп бастайсыздар. Және де бұл ақшаға да қатысты. Ақшадан қиналып жүрсеңіздер, возможно, ақшаларыңыз түсуі мүмкін. Жалпы өмірлеріңізде қандай қиындық бар, кризисный ситуация, соның бір яғни реттелуі, яғни соның бір ұшының, мүмкіндігінің шығу деп айтуға болады. Ішіңізде бір успокойство болады, мә болды-ау, жетті-ау дегендей. Және сондай бір мүмкіндік келеді. Балықтар аптада сіздерге тек қана ескерту, сол мүмкіндікті уыстарыңызда ұстап қолданып қалыңыздар. Сол мүмкіндікке сенбей деген сияқты, или болмаса мән бермей өткізіп жібермеуге тырысыңыздар. Сол мүмкіндікті барынша қолдарыңызда ұстап қалыңыздар. Балықтар, апталарыңыз сәтті өтсін.